Мен анамды қатты жақсы көрдім. Ол маған таңда тамақ дайындап қояды, еркелетеді. Қиын сәтке түскенде қолдау көрсетеді. Мен анамды аман болса екен деймін. Анамды қатты жақсы көремін. Сырымды айтамын, ол сұлу және қамқор адам. Анам өте мейірімді, ақылды. Ол маған алғаш оқуды, жазуды, жаман мен жақсыны ажыратуды үйреткен. Адам бол деп тәрбиелеген. Мен анамды сыйлап өтемін. Менің анам өте сұлу, ақылды және өте мейірімді. Мен оған үй жинап, ауыр сөмкелерді көтерісуге көмектесемін. Анам аман болса деймін. Пеш деген анашым, сен данасың дарасын. Мәпелеген баласын, сен адақты анасың. Мен анамның бір болғанына қуанамын. Оны ренжітпеуге, оған көмектесуге, оны тыңдауға тырысамын. Және анамды ұрмаса екен деймін. Мен анам ардақты, алтыннан да салмақты. Жақсы көріп баласын, мәпелейді анашым. Менің анам тамақты өте дәмді әзірлейді. Сабақтан жақсы баға алсам, балаға ұқсап қуанады. Мен анаммен бірге сөйлен дегенде кітапханаға барғанды ұнатамын. Мен анамды қатты жақсы көремін. Анашым маған өмір сыйлайды. Ол маған әрқашан тамақ береді, киіндіреді. Ол маған әрқашан көмектеседі. Мен қиналғанда қасымда болады. Мен анамды риза етуге асығамын. Үй жинап, ыдыс жуып көмектесемін. Мен анамды қатты құрметтеймін. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыяды. Мейіріммен тәрбиелеп, иман нұрын құяды. Мен әрбір балаға айтарым. Аналарыңды сүйіңдер, құрметтеңдер, ренжітпеңдер. Бар кезде бағалайық. Әр күн сайын анамызды қуантуға тырысайық. Себебі ана өмірде жалғыз.